Атамекен бойынша әр регионның өзінің РПП атамекені болады, және де әрбір РПП мамандарына біз өзіндік жаңағы логин және парольін бердік. Яғни мысалы атамекен қызметкерлері өздері кіріп тіркелудің қажеті жоқ. Оларға парақшаны біз ашып қойдық. Олар платформаны ашады, кіру батырмасын басады, және де осы жерге біз берген логин және парольді тереді. Келген кезде ең біріншіден жаңағы жеке кабинет ашылады. Яғни басты беттегі жеке кабинетте мысалы облыстағы болып жатқан дуалды оқыту бойынша барлық мәліметтері жайлы статистикасы шығады. Мысалы қанша договор болып жатыр, қанша студент өтіп жатыр. Сонымен қатар оқу орны мен жұмыс берушілердің жаңағы саны бойынша шығып тұратын болады. Келесіде бұл мына сол жақтағы бағандарға өтсек, бірінші дуалды оқыту. Яғни дуалды оқытуға кірген кезде жаңағы облыстағы барлық дуалды оқытуларды мен осы жерден көре аламын. Және де ары қарай бұл бізде реестр договоров. Яғни реестрге кірген кезде жаңағы облыс бойынша қол қойылған барлық договорларды мен осы жерден көре аламын. Және де белгілі бір договорды ашып, мен бұл договорға мысалы қол қойғаннан кейін осы жерге договордың реттік номерін беріп, жаңағы сақтап қоятын боламын. Ендігі ары қарай өтсек. Ары қарай реестр договоров бойынша барлығын жүктеп алу қажет. Ол үшін мен скачать в Excel батырмасын басамын. Және де маған осылайша баған бойынша договорлар реестрі жүктелетін болады. Ендігі келесіде мысалға компаниялар өз тараптарынан жаңағы дуалды оқытуға заявка беруі мүмкін. Сіздер ол заявкалардың барлығын сол жақтағы заявки работодателей бағанынан көре аласыздар.